әулет үшін нар бәйтерек көп үлгі, асқар тау боп биік еттің көшіңді. Өткен әрбір күнде сірә белгі жоқ, өтіп жатыр дәл кешегі секілді. Шаңырақтың бірлігін дара есетін, туыспен бауыр үшін де жан ететін, 1955 жылдың ақпанында дүние есігін ашыпсыз жан әкешім. Туған жердің ыстық лебі үнемі, бірі білмес, бәлкім бірі біледі. Туылыпсыз Гурьевтей Қызылқоғаның сағыз елді мекенінде киелі. Балалық шақ бақыт болып кең көпке, мән бермей еш сол бір жастық өрнекке. 1961 жылы тұрышта қадам басыпсыз алғаш рет мектепке. Білім нәрін сол бір кезден таныпсыз, ұстаздардан ізгілік жиып жаныпсыз. Одан кейін Қызандағы Жангелдин атындағы мектептен дәріс алыпсыз. Бар ұстаздар білімнен шуақ ескен мың, оралмайды сол бір жастық өткен күн. Қызыл әскер елді мекенде киелі, тәмамдапсыз Амангелді мектебін. Түк еместей өмірдің әр сындары, тосып алдан талай белес жылдары. Өтедіңіз 2 жыл қатар борышты, шақырылып әскерге сол жылдары. Бүгінде үлгі сол кездегі текті із, адал маңдай терменен тек жеттіңіз. Сарбаз болып оралған соң елге аман, Маңғыстауда шофер боп еңбек еттіңіз. Мақсаттарға жете біліп көздеген, парасатты асқақ санаңыз ерен. 1981 жылы отау құрдыңыз аяулы анамызбенен. Елдің қамын ойлай біліп ертеңгі, өнеріңе қошеметпен ел сенді. Ақжігіт мәдениет клубында әйгілі, баян тартып ән айттыңыз белсенді. Ыстықпенен өткізіп суық кезеңді, әр кезде де еңбегіңіз еленді. 95 жылдары сол бәрі есте, Қаражанбаста мұнайшы болдыңыз елеулі. Бөленіп құрмет марапаттар алдыңыз, ұрпақ үшін адал ғибрат барлық із. Бұл күндері қос ұл 3 қыз өсіріп, анамызбен тереңге тамыр жайдыңыз. Абыройыңыз асқақтаумен әулетте, анам екеуіңіз төзе біліп бейнетке. 8 немере 10 жиен сүйіп перзенттен, ата болдыңыз әкешім бұл күн зейнетте. 70-ке келдіңіз жапырақ жайып мәуелі, денсаулық сыйлап жаратқан шүкір әуелі. Зейнеткермін деп текке отырып көрмепсіз, шәй үстел тіпті ер тоқым жасап кәделі. Алда талай Алладан нәсіптеріңіз, мерейіңізді асырып перзенттеріңіз. Еңбекқор әрі өте қайсар әкешім, анам екеуіңіз 100 жасқа аман келіңіз.